Ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Міне осы сызба арқылы сіздер домбыраны бір күнде тартып кете аласыздар. Қазір сіздерге қалай тарту керек, осы сызба арқылы айтатын болам. Міне қараңыздар. 0 мен 0 деп тұр, бірінші. 0-ді баспаймыз, үстінен де астынан да қағыс төменге. Одан кейін 0 мен 7. Үстінде 0 баспаймыз, ешқандай перне, астынан 7-ші пернені басамыз. Қағыс жоғарыға, міне. Ағылшынша V жоғарыға деген белгі, төменге, жоғарыға әрі қарай 7-ші пернені басамыз, төмен, жоғары, төмен, жоғары. 5-ші перне жоғарыға, міне. Тек қана сандарды санап тауып отырамыз. Домбыраның пернесіне міне 5 болса 5-ші пернені басамыз, 8 болса 8-ші пернені басамыз. Міне домбыра үйренуге өте ыңғайлы сызба. Міне тек қана сандарды санап отырасыздар тауып. Бұл сызбаны сіздерге міне қазақ осы әнін тегін беретін болам, яғни тегін ала аласыздар менен. Ол үшін комментарий қалдырсаңыздар, тегін берем. Бір комментарий қалдырсаңыздар, бір әнді тегін берем. Ал 2 комментарий болса, 2 ән берем. Сөйтіп домбыраны міне оңай тартып кете аласыздар. Сіздерге жақсы мүмкіндік. Ал комментарий қалдырыңыздар. Сөйтіп домбыраны, қазақтың домбырасын тез-тез үйреніп алыңыздар.